Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Қазір сіздермен жасалу жолы өте жеңіл әрі өте дәмді осындай үгілмелі печеньелер жасаймыз. Ол үшін ең алдымен ыдысымызға сары майымызды саламыз. Май міндетті түрде бөлме температурасындағы жұмсақ май болуы қажет. Кейін үстіне сахарный пудра қосамыз. Оның орнына қант қоссақ та болады, дәл сондай мөлшерде. Бірақ сахарный пудрамен қамырымыз өте нәзік, әрі печеньенің де текстурасы өте әдемі болып шығады. Және жұмыртқамызды қосамыз. Кейін осы үшеуін қолымызбен жақсылап бір-екі масса болғанша араластырып аламыз. Дайын болған массамыздың үстіне ұн және разрыхитель қосамыз. Бұларды да қолымызбен қамыр болғанша жақсылап араластырып илеп аламыз. Қамырымыз өте жұмсақ болады. Өте жұмсақ қамыр болу керек. Дайын болған қамырымызды екіге бөлеміз. Жартысын ыдысымызға салып, кейін оның үстіне 50 грамм шоколад қосамыз. Менде Қазақстан шоколады, оны алдын ала, мінекей осылай пышақпен ұсақтап алдым. Блендерға немесе басқа да техникаларға салып ұсақтаудың қажет жоқ. Олар қатты ұсақтап, кейін печеньелердің арасында білінбей кетеді. Осылай жақсылап бір-біріне араласқанша, жабысқанша жақсылап илеп аламыз. Противенімізге қағазымызды саламыз міндетті түрде үстіне. Кейін қамырларымыздан печенье жасаймыз. Печеньенің көлемі менде грек жаңғағынан сәл үлкендеу. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңызша көлемін үлкенірек немесе кішірейтіп жасасаңыз болады. Алақанымызбен қамырымызды домалақтап, осылай сәл басып, противенімізге қоямыз. Араларын қатты жақындатудың қажеті жоқ, өйткені пісу барысында олар көтеріледі. Осылай сәл басамыз, сәл ғана басамыз. Қалған печеньелерімізді дәл осылай жасап шығамыз. Екінші қамырымызды да дәл осылай сондай көлеммен қолымызбен, алақанымызбен сәл басып, бұларды да осылай жасаймыз. Кейін дайын болған печеньелерімізді, шанышқымызды сулап аламыз, стаканымызға су құйып. Кейін үстінен сәл басып жүргізіп шығамыз. Арасында сулап тұрсақ болады, қажет болса. Кейін 180 градуста алдын ала пешкен, алдын ала қызған пеште 10 және 20 минут арасында пісіріп аламыз. Осындай әдемі печеньелер шықты. Және де тағы да бір идея, ол дәл осы қамырымызды холодильникке 1 сағатқа қойып, өз формасын жақсы ұстау үшін. Кейін оқтаумен жайып, әртүрлі формочкалармен осылай жасап алсаңыз да болады. Осылай да пісіруге болады. Ас болсын. Ұнаса лайк басып, коммент қалдырыңыз.